Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ерекше медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Яғни корждарыңыздың үстіне жайған ұндарыңызды сеуіп, саусақтың көмегімен толыққанды басып, пешке салып бар жоғы 10 минутта толыққанды пісіріп алсаңыздар болады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Ең алдымен қайнап тұрған суымыздың үстіне ыдысымызды қойып, үстіне балымызды қосып, яғни су моншасында толыққанды ертіп алатын боламыз. Біздің балымыз қатты ысыған кезде міндетті түрде үстіне қатты ысып тұру керек. Жарты шай қасық содамызды қосамыз. Барлығын толыққанды жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай реакцияға түседі, яғни аппақ болып ағаратын болады. Шамамен 5 минуттай ұстасаңыздар толыққанды жеткілікті. Барлығын толық араластырып болғаннан кейін сары майымызды қосып, осының ішінде толыққанды барлығын ертіп алатын боламыз. Барлығы осының ішінде толық ериді, және де бұны суытып барып қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір шетке алып суығанын күтеміз. Бөлек құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне тұзымызды салып, және қантымызды салып, қантты бірден қоспаймыз, бөліп қосатын боламыз. Сонда біздің миксермен араластырған кезде жұмыртқамыз өте жоғары биіктікте көтерілетін болады. Яғни қантымыз еріп толық ергенше миксерлеуді тоқтатпаймыз. Шамамен 10 минуттай миксерлесеңіздер, дәл осы видеодағыдай аппақ болып 2 есеге ұлғаятын болады. Алдын ала дайындап қойған біздің массамызды қосамыз. Міндетті түрде суытып барып қосқан жақсы. Жақсылап тұрып тағы да миксермен араластырамыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ. Шамамен 2 минуттай араластырсаңыздар жеткілікті. Електен өткізілген ұнымызды бірден емес, 2-3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Бірден қоссаңыздар тапталып қалады, яғни біздің массамыз көтерілмей қалатын болады. Сондықтан бөліп қосып, миксермен жақсылап тұрып араластыратын боласыздар. Пергамент қағазын алдын ала дайындап қоямыз. Осы кезде пешті қыздырып қоюды да ұмытпаңыздар. Біздің массамызды құйып атқан кезде өзінің формасын ұстайтындай болу керек. Електен өткізілген ұнымызды осы видеодағыдай бетіне толық сеуіп, саусақтың көмегімен барлық шетін басып шығыңыздар. Қолдарыңыз, яғни қамыр болмау үшін ұнды молынан сепсеңіздер жақсы. Қызып тұрған пеште 5-10 минутта толыққанды пісіп шығатын болады. Жұмсақ болып шығады. Чұқа қылып салыңыздар, қалың қысаңыздар, қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Мінекей, дәл осындай болып пісіп шығады. Сіздермен болған Назерке. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма жазылып, төмендегі подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.